Жаз мезгілінде баклажанның сезоны кезінде осы салатты жиі дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Әсіресе қонақтар келген кезде ұялмай сынуға болатын салаттардың бірі. Алдымен баклажандарымызды осылай ірілеу 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Ыдысымызға салып бір ас қасық тұз, суымызды құйып 1 сағатқа қалдырамыз. Оған дейін помидорды 4 бұрышты етіп турап, огурцыйды, зелень, укроп, петрушка бәрін қоссаңыздар болады. 1 ас қасық соя, дәміне қарай тұз, паприканы қосып, жақсы араластырып қалдыра тұрамыз. Баклажандарымыз суын төгіп тастап, осылай кептіріп аламыз, құрғатып аламыз, яғни. Құрғақ баклажандарымызды кукурузный крахмалға ойнатып алып, қызып тұрған майымызға бір-бір үлеп салып, қуырып аламыз. Бәрін бірге салып жүрмеңіздер, жабысып қалады. Екі жағы сарғайып, әдемі түске айналғанша жақсылап қуырып аласыздар. Осылай сүзіп алғаннан кейін салатымызға араластырып, бірден ұсыныңыздар. Әсіресе бұл баклажанды жақсы көретін адамдарға таптырмас салаттардың бірі. Ал сіздерге ше баклажан ұнайды ма? Комментарийға жаза кетіңіз. Қалуларынша күнжіт сеуіп, осылай дайындаңыздар.